Ешқашан мына жағдайда шешім қабылдама. Адамның өмірін бір ғана қате шешім өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан кез келген маңызды шешімді дұрыс уақытта қабылдау өте маңызды. Ашулы кезде ашу адамның ақылын тұмшалайды. Ашумен қабылданған шешім кейін өкінішке айналуы мүмкін. Ашумен айтылған сөзде қабылданған шешім де көп жағдайда қателікке әкеледі. Қатты ренжіген кезде, жүрек ауырғанда адам жағдайды объективті бағалай алмайды. Сол себепті қарым-қатынасқа, жұмысқа немесе өмірге қатысты маңызды шешімдерді кейінге қалдырған дұрыс. Қорқыныш билеген кезде. Қорқыныш мүмкіндіктерді емес, тек қауіптерді көрсетеді. Сол себепті қорыққан кезде қабылданған шешім көбіне даму емес, қашу жолына апарады. Шаршаған кезде физикалық және психологиялық шаршау ойлау қабілетін әлсіретеді. Демалып алғаннан кейін мәселе мүлде басқаша көрінуі мүмкін. Қатты қуаныш үстінде. Тек жағымсыз эмоция ғана емес, шамадан тыс қуаныш та қателікке итермелейді. Эйфория кезінде адам тәуекелді дұрыс бағаламайды. Басқалардың қысымымен, егер шешім өз қалауыңыздан емес, біреудің қысымынан туындаса, оның салдарына да өзіңіз жауап бересіз. Ақпарат толық болмаған кезде, барлық деректер жиналмай тұрып шешім қабылдау көзді жұмып жолға шығумен бірдей. Бір сәттік эмоцияға берілген кезде эмоциялар уақытша, ал шешімнің салдары ұзақ болуы мүмкін. Ең маңызды шешімдеріңізді сабырлы кезде, ақыл оймен, барлық ақпаратты жинағаннан кейін, эмоция басылған кезде қабылдаңыз. Уақытша эмоцияның әсерімен қабылданған шешім өмір бойғы өкінішке айналуы мүмкін.